Баршаңызға сәлем. Бүгін біз көпшіліктің жүрегін жаулап алған ащы тауық қанаттарын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тауық қанаттары керек. Мен тауық қанаттарын екіге бөліп алдым және тауықтың төс етінде қолдандым. Міндетті түрде дәміне қарай тұз дайымыз, қызыл бұрыш себеміз, қара бұрыш, кептірілген имбир, мята, паприка себеміз. Және де сарымсақ, сұйқымай, су маринатымыздың толықтай бетін жауып тұру керек. Соңында ащы бұрышты турап саламыз және 12-10 сағатқа маринаттап қоямыз. Осы кезекте ұнға паприка мен қызыл бұрыш қостым да, барлығын емес 7-8 тауық қанаттарын салып, қолмен сілкілеп алдым. Міндетті түрде тауық қанаттарын душылаққа салып, тағы да жақсылап сілкілеп алыңыз. Артық ұндары кетіп, тауықта жабысып тұрған ұндар ғана қалу керек. Содан соң тауық еттерін душылақпен бірге суға салып аласыз. Суға салған кезде осындай көпіршіктер шығу керек. Суға батырған тауық еттерімізді тағы да ұнға салып аунатып, тағы да душылақпен жақсылап сілкіп аламыз. Міне бізде дәл осындай тауық еттері пайда болу керек. Қызып тұрған майда екі жағын аудара отырып 6-7 минуттан пісіріп аламыз. Мінекей біздің тауық қанаттары мен наггетсыларымыз дайын. Ас болсын.